Bizim kanala hoş geldiniz. Bize bugün canlı video, bizge like basın, komentar yazın, tirkelip ketiniz, kalan koydu. Abdülcazına basıp ketiniz. Bizi қолдап отырыңыздар. Dostlar, bugün bizde көріп тұрғандарыңыздай, описаниеда көргендеріңіздей жаңа видео. Біздің видеоның аты, в общем, Аққылау, Айша, Амира және Балауса бүгін мені, в общем, тойға дайындайды. Мені, в общем, бояндырады. Кімнің жаңағы мені бояндырғаны ең керемет, ең әдем болады. Оны сіздер және мен өзім таңдаймын. Соның несімен мен тойға кететін боламын. Десең, достар, ешқандай той жоқ, қалжыңдаймын. Просто қыздар уже қыз болып өсіп келе жатыр, иә, уже боянамыз, бояндырайықшы деп жаңағыдай менен сұрайды. Өздері боянғысы келеді, мені бояндырғысы келеді. Сол үшін осы жылы қыздарға мен рұқсат берейін деп тұрмын. Мені қалағандарыңша бояңдар. Қайсысын әдемі бояйсыңдар. Келесі жолы мені тойға дайындайсыңдар, алла бұйырса, той болатын күні. Сол қызым мені тойға дайындап жіберетін болады. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір кішігірім біздің косметичкамызға, яғни менің косметикама обзор. Сосын барып боянуды бірінші Айша бастайды. Міне достар, қазір менің косметичкам. Мына жерде кушоным. Достар, бұл ішінде көріп тұрғандарыңыздай міне кисточкалар. Мына жерде тағы да кушон. Мына тағы кушон. Мен көбіне кушон жағады екен достар. Мына помада, мына жаңағы тени, мынау сосын жаңағы қасты қайратын, мына тоже жаңағы губка, бетке жағатын. В общем, осындай дүниелер. Мына помада, тоже тағы да помада. Мына туш. Қазір осылармен мені бояйды. Мына жерде ухачистка кеп қойдық. Бір жер дұрыс сызылмай қалса өшіреді деп влажный салфетканы тоже кеп қойдық. Енді қазір бізбен бірге болыңыздар. Айша мені бояндырып бастайды. Қалай бояндырады екен, бірге көрейік. Достар, міне Айша бай мені бояндырып бастайын деп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бетім менің баяғыдан туmadan қызыл. Сол қызыл бетімнен отырмын. Ешқандай бояу жоқ, ешқандай боянған жоқпын. Сол өзімнің настоящий бетім. Сен бірінші помададан бастайсың ба? Иә. Ал давай. Достар, енді мен бірінші анашымды помадамен ернін бояйын. Өзің айтып тұрасың ғой, биттіріңіз депші. Мама енді бит ал. Достар, до бетімді көрдіңіздер, ә? Міне, әлі ешқандай бояу болған жоқ. Доны көріп алыңыздар. Достар, енді мен надан бастаймын. Кушон, иә? Я кушоннан бастаймын. Үстіңді болғап қойма. Достар, бағасын сіздер де бересіздер, мұқият қарап отырыңыздар. Қалай істеп жатыр? Дұрыс бастады ма бояуды, жоқ қате бастады ма? Бірінші негізі анадан бастау керек еді, оны соңында жағу керек еді деген сияқты претензияларыңыз болса айтып отырыңыздар, жарай ма комментарияға. Және бізге кім көп 100 комментариядан асырып комментария жазады, жақсы дұға тілектерін, біздің каналға деген, менің 5 қызыма, 5 гүліме деген. Соған 1000 или 2000 теңге ақшалай сыйлығымыз бар. Және ол сыйлықтарды біз жіберіп жүрміз, достар. Бұдан былай сол сыйлықтарды неге салып қойсақ болады екен, записке салып қойсақ болады екен. Что мені біз жібердік депші, бұдан былай сөйтейінші. Мен өзім аз-аулақ боянатын, мыналардың төртеуі мені бояндырса, мен боянатын таусылатын болды. Қазір Айша бояйды, 10 жуып тастаймыз, суретке түсіріп аламыз да 10 жуып тастап, Амико бояйды. 10 жуып тастап, Балауса бояйды, 10 жуып тастап, Қылау бояйды. Ё-май, точно боянатынын дым қалмайтын болды. Достарман, сбор ашыңыздар. 100 теңгеден, 50 теңгеден тастаңыздар, сөйтмей тағы бір боянатын алайын. Қандай болып отыр, достар, нормально ма? Менде айна жоқ. Өйткені мен айнаға қарамаймын. Қарайтын болсам, мен айтып қою мүмкін жаңағыдай. Мына жер бүйтпедің ба, ана жер сөйтпедің ба деп мен сондай щепетильный адаммын да, сол үшін өз өзіме не бердім, что мен айнаға қарамаймын, айна ұстамаймын. Барлығын болдым деп қашан айтады. Вот сол кезде ғана мен айна ұстаймын деп ше. Достар, енді мен тенейден бастаймын. Достар, Айшаның қолдары бар ғой, прям андай профессионал бояндыратын, мейкап жасайтын адамдар болады, тура сол сияқты тиіп жатыр маған. Андай.
жасап жатқан дүниелері проқ сияқты сезіліп жатыр да, мен көріп тұрған жоқпын ғой, бірақ солай сезіліп жатыр. Қазір енді соңында нәтижені көреміз. Бұлар енді ана жақтан көрген, мына жақтан көргендермен примерно сөйтіп баяндырып жатыр ма? Яша, я? Задний план всегда интереснее, дейді. Достар, ана жақта қырылып жатыр, очень бақ жұлдызды кіргізбе деген. Сонымен ол кірем деп жылап жатыр. Ол кіріп сөйлеп жүре береді ғой, бірақ сөйлеп жүргенмен қоймай штатив тартады да, тура аяғына шалады штативтің. Тартып қалған кезде фук еткізіп, штатив шалқасынан түседі. Достар, Айшаның бояндыруының соңы. Достар, в общем, Айша финалға аз қалды. Уже Айша, сондай ба? Бітіп қалды ма? Я, болып қалды. Негізі мына екеуіне қарамаңдар деген ғой. Сендегі Айшаға қарап бояндап қоясыңдар да сөйтсе, бұл екеуі кіріп апты ғой. Қарап тұр ғой енді. Көреміз енді бұларды қайтып бояндырады. Амикош или Балза или қылау біреу бояндыратын болады. Айна, достар. Өзім зомби болып қалмадым ба деп. Көрейін деп жатырмын. 1, 2. О, достар. Айша тура өзін боянатындай бояндырыпты. Мен бірақ бүйтіп мына жерлеріне не істемеймін. Сыртына шығармаймын, енді ол әлі бала ғой. Сырттарына біраз шығып кетіпті. Айшаның претензиялар несін айтатын болсам, сіз мына жерлерге дұрыс тимей қалған, сіз мына жерлерге біраз тимей қалған. Ну, в общем, негізі болады, я? Былай қатты зомби болып кетпеппін. Мен ойлаған, прям зомби қылып жіберіп қалып өзім шошпай талққан ба деп сөйткенмін ғой. Сөйтсем жоқ, нормально. Достар, енді мен бетімді жуып келейін. Осы бетімді қазір сүртке түсіріп аламын. Сөйтіп бетін жуып. Салфеткамен сүрте салайын ба? Давай, сүрткенге не алмайды ғой. Достар, енді бетімді бұлар сүрте салатын болды. Сүртейік дейік, қазір көреміз, кете ма кетпей ма, негізі оңайлықпен кетпейді ғой. Анасының бетінің өзі қып-қызыл да, бірақ тәңіркі жаққан кезінде қып-қызыл көрінбей қалады. Сосын мен жақпайын дейді, бірақ ана қып-қызыл өзінің жоқ болады. Тәңіркі. Міне достар, барлығын сүрттім. Барыңдар, я? Міне, Айшаның маған жаққан бояуы. Начал шықты. Алдағы баласа келіп. Өзім сұлулығыма тамсанып тұрмын, достар. Қандай сұлуымын деп. Кішкене атталасам, менен сұлу адам жоқ қой. Достар, енді бізде баласаның несі басталды. Баласа бізді бояндырады енді, мені бояндырады, то есть. Давайте. Көзім боя. Оған енді кішкене бүйтіп отыру керек. Мен бүкір екен деп қалмаңыздар, негізінен бүкір емеспін, бірақ баласаға придется осылай отыруға. Потому что бой жетпейді. Баласа теңнен басталады. Еске сақтаңыздар, я? Айша жаңа помададан басталды. Баласа теңнен басталады. Өзіне ұнап тұрды, бірақ өзімен анандай сізге ұнамайды деп қой. Айна тұр, қарағым келіп тұр. Бірақ болмайды. Көзіміз ғана қояды ғой. Ойбай. Бұл басқа немен бояйды екен. Көға жақпасай балса біреумен бір бетін жағып алып, сосын бір бетін жағасын. Бұрынна жақсай балса, бұрынна. Міне баласамен бояндырып болды. Енді қолыма әсемдік үшін мынандай тағады екен, міне. Мынаған тағайын бұны, мынаған сияқ. Міне мынау сына қолыма мынандай. Басыма абадок тағып қойды. Баласаның менің тойға жинаған образы осындай болды. Енді мен қазір өзімді көретін боламын. Баласа мені бояндырды. Надеюсь, я не зомби. Я нормальный человек дегесін ба. Сүртіп жіберейін. Ну, баны шапалақ тұрады. Зомбиден сәл бер екен, е? Зомбиден сәл бер екен, достар. Зомбиге сәл жетейін де қаптым. Да жетпей қаптым. Ана мультфильмдерде болады, ондай жерлерін қатты қызартып алатын. Типа сондай болыппын. Ал енді өшіреміз. Достар, енді кездік. Амикошқа келді Амираға. Енді Амира бояндырады. Мен қолыны қайтадан сүртті, тазалап бетімді. Енді тағы бояндырады, бисмилля.
сосын қылау бояндырады. Я қылау ен? Бізде қылау мектептен келді. Амикош енді күшті бояндырып жатыр, прям өзіме ұнап жатыр Амикоштың бояндырған детально күшті бояндырып жатыр. Уже мен бірақ шаршап, біртүрлі әлсіреп қалдым ше. Енді саған сақ бермес енді, әдемейсің. Амикош. Өшір, не жақтың, өшір. Достар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жаман жоқ болса да соны айтып қойыңыздар. Ойбай, не істеген аруда, бірін істе, бірін баттастырған үшін достар. Амикош не жаққан, туш жаққан, оны кетірмеген үстіне тональды жағасаған. Екен, негізі? Негізі. Өте жаман емес екен. Кім ұнат? Тойға барсам, тойдағы қапқат жар, ойбай, кім келді. Сол кім күшті бояндырады үшін сол мен келесі жыл тойға барған кезде сол адамға бояндырып тұрады. Амикошқа точно бояндырып тұрады. Тойдағылар жаңағыдай талқылап жүрсе тағы. Сіз кімсіз, сіз бесіктер жоқсыз? Қайдан кеттіңіз, бөтен қонақсыз деп па? Иә. Амикоштың бояндыруы міне болды. 2-3 қайтара жақты прям. Мощный жақты да, кетпейтін, тойда қанша билесең де, ақ бит боядыңдар, бит кетпейтін, неғып жақты енді рахмет онысына, өте рахмет. Ойбай, тағы бірдегі жақты. Сызатына бар екен, ше. Стрелка. Розовый стрелка. Ал, достар. Енді Клаудың мені бояндыру басталды. Қалба, енді надеюсь, өте жақсы шығаратын шығар деген ойдамын. Достар, Қылаубай бояндырып болды. Қазір Қылаубайдың қалай бояғанын көретін боламыз. Кәне? Мына жер кішкене шығыпты. Оны олай сірте саламыз. Болды. Мына жерлер дұрыс жағылмай қапты. Оны былай істей саламыз. Жағылды ғой? Қарамасқаны бұғынағы?
Достар, тойский образға бола ма, болмай ма? Жараса ма, жараспай ма? Өзіме ұнапты. Бірде күшті. Бәрін бір келке бояған. Мына румяналарды нормально жаққан. Особенно қатты емес қылып. Қасым, көзім бәрі на ровном месте болып тұр. Жаңағы қасқа жағатын қыздарда нормально болып тұр. Нормально, қыздар, Достар, осымен біздің жаңағы 4 қыздың арасындағы челленджіміз аяқталды. Қайсысы қандай бояндырды, өз бетінше бағалап кетіңіздер. Мысалы, қылау енді кішкене ол үлкен, 11-ге кеп қалды, уже бұл кішкене профессионалда бояндырды. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Айша да енді барынша тырысты. Ол да прямо на профессионал мейкап жасайтындар құсап бүйтіп бір жағып, сосын былай тұрып қарап, екеуі тең болды ма деп, сосын қайттан жағып, қайтадан қарап, солай жасады. Мысалы Айша қылау енді қалай жасағанын өздеріңіз көрдіңіздер. Бұл да прям профессионал шықты. Баласы енді өзінің репертуарында, енді ол әлі бала, 4 жасар, 5 жасар өзінің репертуарында бояндырды. Баласаныкі де күшті. Прям мен баласаныкімен мысалы айтар едім, неге түссем, мультфильмге түссем болады екен, или мультфильмнің образында жасап берді маған. Қып-қызыл бұл. Амикош та өзінің репертуарында барынша ол да жасады. Бірақ енді оны да тойский деп айта алмаймын. Бір приколдарға, вайндар түсіретін кезде, приколдар түсіретін кезде сол Амикоштың бояндыруын негізі жасасақ болады. Ал енді вот нағыз тойский ол аққылаудан шықты деп ойлаймын. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Өздеріңіз біздің жасаған макияждарымызды бірден оңайшылық бағалап кетіңіздер. Және бізді қолдап, лайк басып, комментарий жазыңыз. Тіркеліп кетіңіздер. Достар, тіркеліп кетіңіздер. Бағылдыңыз сіздерден жылап сұрап жатыр, жылап. Тіркеліңіздер бізге, комментарий жазыңыздар, сіздер жылап жатыр. Достар, пока!